Оралға келген азық-түлікті сұрыпталған соң отбасылардың қажеттілігіне қарай теңдей бөлініп таратылады. Бұл үшін зардап шеккендер тиісті құжатын көрсетсе жеткілікті. Қазір көмек алушылардың тізімі реттелген. Яғни үйін су басқан соң пәтер жалдап немесе туыстарын сағалағандарға көмек беріліп жатыр. Өйткені эвакуациялық орталықтарды паналаған тұрғындар ішем-жем өзге де керек жарақпен толық қамтамасыз етілген. Әр тұрғын, саяжай тұрғындары, яғни өздерінің құжаттарыменен саяжай құжаты және жеке бас құжаты мен келіп осы жерде өтініш толтыру арқылы азық-түлік себетін ала алады. Бұл себеттер әр 10 күн сайын беріліп отыр. Осы уақытқа дейін 4 мыңнан аса отбасы азық-түлікпен қамтылыпты. Апрельдің сәуірдің 20 күні суға кетті үйім. Қазіргі таңда квартира жалдап тұрып жатырмыз 5 баламмен. Екінші рет алып отырмыз гуманитарный помощьта, аманатта. Әр отбасыға 30 килограмм ұн, 5 литр шимек май мен қант, қарақұмық және макарон өнімдері беріледі. Келген азық-түлікті бөліп, буып-түйуді еріктілер қолға алған. Олар бос уақыттарында орталыққа арнайы келіп, осы жұмыспен шұғылданады. Өз еркіммен келіп, осы жаққа еліміздегі болып жатқан ахуалға байланысты кішкене болсын өзіміздің үлесімізді қосайық деп тұрғындарға көмектесіп жатырмыз. Бұл жерде гуманитарлық көмектер барлығы бір-бірімен қапталып, тұрғындарға көмек ретінде жөнелтілуде. Бұл азық-түлік қоры шамамен 10 тәулікке жетеді деп жоспарланған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Бекзат Габдушев, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.